Саламатсыздар ма? Қайырлы түн. Бүгінгі құрбан айттарыңыз бен ниеттеріңіз қабыл болсын, барлығыңыздың. Енді мен өзім сіздерге айтып өткенімде, енді мынау еліміздегі соңғы кезде болып жатқан жаңалықтар немесе жағдайлар туралы айтып өтетін болам. Соған енді шолу жасап өтейік. Не жағдайлар болып жатыр, не сұмдықтар болып жатыр, осының бәрін бүгін тоқталып өтем және қорытынды жасап өтетін болам. Саламатсыздар. 25 адам. Сонымен бастай берейік. Енді білесіздер ғой, мына жерде небір жаңалықтар жиналып қалған, мынау қарап отырып, қорытып, айтып отыра берейік. Әрине, бұның кейбіреу орысша, біреу қазақша, орысшасын автомат түрде аударып айта берем. Былайша қарап отырып, қорытындылап айтып кете берем. Сонымен, енді өздеріңіз білесіздер, мынау Тоқаев тағы 2 аптаға жаңа карантин созды. Демек, мынау карантинді созса, мынау ковид немесе мынау пандемия азайды деп айта аламыз ба? Неге, егер ол азайған рас болатын болса, ол неге созылады карантин? Ал енді Асқар Мамин болса, эпидемиологиялық жағдай тұрақталды дейді. Онда, әрине, заңы сұрақ қояды. Онда 2 аптаға не үшін карантин тағы жарияланды? Көрдіңіздер ма? Енді кеше ма, білмеймін, алдың күні ма, мынау премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжан бар ғой, халыққа өзінің берген пресс-конференциясында, әрине қасында жаңағы денсаулық министрі Алексей Цой болды. Солар айтқан сөзінде былай деп айтты: өтте, енді бұларға білмеймін, не айтуға болады, не деген бассыздық бұлар. Мына ол кісі былай деп айтты, жаңа премьер-министрдің орынбасары. Мынау ол кісінің халыққа өте қатты жаны ашиды екен да. Енді солай да, енді шындығы өзінің. Енді бұлар өте қулықтар соншалықты жаны ашығансып, небір айла қулықтарды бұлар ойлап таба береді да. Мынау жаңа туылған нәрестелерге бар ғой, мынау осы жаңа 40-нан шықпаған дейміз, жаңа туылған нәрестелерге маска кигізіңдер дейді. Не деген сұмдық енді. Енді ол өзі жаңадан туылған нәресте болса, оның онсыздағы демалу, жаңағы қалай демалатын әлі үйренбеген нәресте, ол қалай маска тағады? Оның өміріне қауіп төнеді ғой. Тіпті кейбіреуі тұншығып қалуы да мүмкін, тұншығып шетінеп кетуі де мүмкін. Енді осыны жарайды, үлкендерге, ересектерге болар, енді нәресте. Енді бұл не деген сұмдық енді мен. Енді осы нәрестелерге байланысты жаңа сұрақтар қойылмай ма пресс-конференцияда? Халықтар қояды ғой. Біз енді сол кішкентай нәрестелерге арналған арнайы масканы қақтан сатып аламыз деген орын сұрақ туылған кезде, ол ашуланып, бетбақтанып, бұлқан болып жаңағы сұраққа ашуланып жауап берді. Өйткені ондай маска жоқ қой аптекаларда. Бар деп қояды, ал ол жоқ.
керек десең сол маскалардың бәрі халыққа жаппай тегін таратылу керек емес па? Қаншама ақша бөлінді. Мынау билік эпидемияның бірінші толқынына бөлінген ақшаны жеп қоймай, неге уақытысында дұрыс дайындалмады? Тоқаев, Мамин, Біртанов, Тоғжанов, Цой және Назарбаевтың кесірінен қаншама адам опат болды, қырылды, халық қырылды. Тіпті ішің ашитын соң қарапайым халық және мынау небір зиялы қауым өкілдері, халықтың сөзін сөйлейтін, көз ашық, мынау зайырлы ойлайтын азаматтар кетті. Өздеріңіз білесіздер. Енді олардың көп қой, енді атын атай берсек. Енді ішің ашиды ғой. Енді мынау ұлттың қаймақтары деп айтсақ та болады. Өте сауатты адамдар кетіп қалып. Әлі кеше де, бүгін де, алдың күні де, жаңа айтқаннан кейін де кетіп жатыр ғой көп адамдар. Мысалы, врачтар да кетіп жатыр әлі жаңағы. Бүгін де кетіп жатыр, оқып отырмыз. Шынымды айтсам, да, мен мынау заңсыз биліктің заңсыз заңдарына түкіргенім бар. Халық, мынау сендердің, мынау билікке айтып жатырмын да, мынау есерсоқ заңдарыңды орындауға міндетті емес. Неге? Өткен мынау есерсоқ заңдары дейтініміз мынау маска кимеген жағдайда әртүрлі жағдайлар болады ғой. Енді кейбірге дем жетпей қалып, шамалын ағылып, кейбірге ұмытып кетуі мүмкін, үлкен аталар, апалар. Дегеннен не сұмдық ол? Жұмыс істемесе қанша, енді қанша болды, ол ақшаны қақтыны, бұның бәрі заңсыз ғой. Бұлар әдейі осылай халықты жаңағындай стресс, психикалық ауытқуға келіп, үнемі стресте ұстап, ол да денсаулыққа әсер етеді. Көбісі осындайды көтеремей өліп қалады. Осындайда ұстап отыр қазір халықты. Тағы да осы жерде бір айтып кететін жағдай бар да бізде. Кеше Германияда тұратын Европа қазақ қорының төрағасы Өмірхан Алтын мырза Германиядағы Мюнхен қаласындағы бас консул алдында өзінің видеоролигінде былай деп айтты. Атажау Қытайдың COVID-19-дан қандастардың қынадай қырылып жатқанын көріп, жүрегім шыдамай қан жылады дейді ол кісі. Германия қазақтарына бас қосып, қандастарымызға ем, көмек болар ма екен деген ниетпен дәрі-дәрмектерді 19 шілде күні Германиядағы бас консульствоға тапсырған. 10 күн асып кетсе де Қазақстанға кету керек дәрі-дәрмектердің кешегі күнге дейін жіберілмегенін ол кісі үлкен ренішпен айтты. Бұған не кедергі? Осыған жауапты бас консул мен Берлиндегі елші және Астанадағы сыртқы істер министрі мен денсаулық сақтау министрі Алексей Цой деп жауапкершілікті осы кісілер алу керек екен. Осы кісілер кінәлі екенін айтты ол кісі. Атамекендегі қандастарымыз, қазақтарымыз қырылып жатқанда кейбір сатқындар, опасыздар, жемқорлар, парақорлар, жалақорлар бұған пысқырып қарап тұрған жоқ. Консульствода жұмыс істейтін жігіттердің айтысына қарағанда олар тек қана өздерінің жеке бастарының мүддесін ғана ойлап, кейбір жауапкершілікті мойнына алғысы келмейтін ренішпен айтты. Және сол дәрі-дәрмектерді енді өзі қайта жіберетін кеше өзінің видеоролигінде айтты. Көріп отырсыздар, не деген масқара. Енді тағы осыған бір мысал келтіріп кетейін, елде ішінде болған жағдай. Осындай масқара тірліктерге. Тағы бір мысалы, Астана қаласының тұрғыны Жауқаз Избасарова ханым халықтың қырылып жатқанын көзімен көргеннен кейін өзінің бос тұрған бизнес ғимаратын адамдар ем алсын деп барлық жағдайларды жасап, емхана ретінде тегін пайдалануға беремін деп ұсыныс жасаған кезде Жауқаз ханымға лицензия керек, анау құжат керек, мынау құжат керек деп
денсаулық сақтау министрлігі мен әкімшіліктегі жаңағы бюрократтар тосқауыл қойған. Мұны көріп отырсыздар, халықтың мынау жаулары кім екенін. Міне, осы екі жағдайға не айтуға болады енді? Мынау жау сыртта емес біздің. Мынау халықтың мынау жаулары біздің жауларымыз нағыз. Мына іште екен, осындай әрекеттерден кейін, фактілерден кейін білініп қалып отыр. Мысалы, тағы да бір факті кетірейін. Мына қазаққа, әсіресе халыққа мына биліктің еш нәрсе қимайтын сараңдығын тағы айтып кетейікші. Мысалға, мынау өткен осыдан 1-2 ай бұрын ба, мынау Мақтааралда су алардың алдында ма, бір Мақтаарал ауданында мынау пісіп тұрған капустаны құртуға мынау билік 250 миллион теңге ақша жұмсады. Мынау уничтожить етеміз деп, соны құртамыз деп. Халыққа шын жандар ашса осы биліктің да, неге сол капустаны машинаны жалдап, бензинін құйып, қасындағы жақын райондарға, қалаларға, ауылдарға, басқа облыстарға таратпады? Қаншама тонна капуста шіріп кетті. Әрине, ол 250 миллион бөлінген ақша ол жерге жұмсалмайтынын білеміз. Олар білді, капустаны далада жатып, өзіне шіріп, жарамай қалатын. Олар әдейі, жемқорлар ғой енді, отырған ақшаны қалайда бөліп жеу керек, солардың әрекетін бұлар барынша жасайды. Енді тағы бандит билік халыққа карантин кезінде ақшаны төлемеу үшін карантинді арасында шамалы ғана уақыт үзіп, әрі қарай тағы да карантин деп, бұлар осылай өздері айтқандай 2 жылға созбақшы, айтып қалды ғой, 2 жылға созылуы мүмкін деп кезінде айтылды ғой осы сөз. Өздеріңіз де естіңіздер. Мына бұларға өте қолайлы. Өйткені демек, халық мына бандит биліктің басқаруында өмір бақи Қытай концлагерінде болады деген сөз. Қытайдан үйренді ғой бұлар небір сұмдықтарды. Қытай не істесе, қазіргі біздің бандит соны копировать етіп қайталауда. Арасында әдейі халықты улап отыра береді, шашатын шаша береді. Сосын вакцина салмасаңдар өлесіңдер дейді. Ал халық өмір мен өліммен айқасып, соғысып жатқанда жаңағы жерді, байлықты емін еркін сатып отыра береді. Болса да Назарбаев бастаған санатпен, кешіріңіздер, Назарбаев бастаған сенатпен мәжілістің депутаттары халық COVID-19 асқынған түрі пневмония ғой. Пневмониядан қырылып жатқан кезде барлығы жаппай каникулға кетті. Бұл да енді диверсия ғой енді. Көбісі, барлығын деп айтпаймын әрине, көбісі Турция мен Араб елдеріне демалуға қашып кетті. Осылардың көбісі. Осындай алапат соғыс кезінде олар күндіз түні жұмыс істеп халықтың арасында табылулары керек еді. Жоқ, олар олай істемеді. Бірақ сатқындар әрқашанда халықтың басына қатер төнген кезде сатқындарға өз тан нәрсе ғой, сатып кетіп, осылай қашып кетеді. Ал енді тағы да айтетін нәрсе осы жағдайларға байланысты ғой, енді барлық айтып кеткен нәрселердің бәрі. Ал халықтар достық ассамблеясындағы мәжіліс депутаттары көп ұлттардың достығы туралы ауыздарын көпіріп, көп сандырақтайтынын өздеріңізде жақсы білесіздер. Енді сол өздері айтпақшы, 134 диаспоралардың қырылып жатқан қазақ халқына көрсеткен қолдаулары қайда? Тіпті ешқайсысы қазақ ұлты қырылып жатқан кезде қайғысы мен трагедиясын, біздің трагедиямызға ортақсасып, көңіл де айтқан жоқ. Міне, олар осылай қазақ ұлтына деген
өздерінің ниеттерінің арам екенін білдіріп қойды осылай. Ешқандай несі жоқ та, адамдық былай қасиеттерін жұрдай барлығы. Тағы да айтып кететін нәрсе, мынау қазір кезде полиция, мынау ОМОНдар, әскерилер және басқа да мынау мемлекеттік қызмет істейтіндер, жұмыс істейтіндер, сендер қазір халыққа қарсы жұмыс істеп жатсыңдар. Мынау халықтың немесе мынау қазақтың қырылуына сендер де өз үлестеріңді қосып жатсыңдар, бандит билікке көмектесу арқылы. Назарбаев пен Тоқаевқа, яғни режимнің өмірін ұзартып беріп отырсыңдар сендер. Осыны сендер терең түсінулерің керек. Сондықтан бандиттермен серіктес болудан бас тартуларыңыз керек. Ал артын көріп жатсыздар, қандай өлімге әкеліп жатқан. Сіздер де сол қылмыскерлермен бірдей қылмыс жасап отырсыздар сіздер де. Әрине, олар ертең шетелге қашып кетеді, бәрін ұрлаған, ақшасы көп, шетелдік счеттарда ақшалар тығып тастаған. Ал енді сіздердің барлығыңыз қашып кетмейсіздер ғой. Сіздер елде көпшілік халықтың арасында қаласыздар. Сіздер беттеріңізді қаяқта жұмыс істейтін халық білетін болады ғой түбі. Сондықтан серіктес болудан бас тартуларыңыз керек сіздер. Қазірден бастап сіздер халық жағына шығыңыздар. Мынау халыққа қолдау көрсетіңіздер. Идиотский, мынау биліктің шығарған идиотский заңдарды орындауға сіздер міндетті емессіздер. Ертең бекерге істеген жаңағы істеріңізге жауап беріп, қылмыскер болып бекерге қара бет болып қалмаңыздар. Неге мен осының бәрін айтып отырмын? Ол сәттер, ол уақыттар келеді әлі. Асықпасаңыздар, жақын уақытта келеді. Ол жақында да, сағаттар, минуттар жақында батыр. Сондай-ақ, осыдан бірнеше күн бұрын Қарағанды облысы Сатпаев қаласында халық ашынғандықтан педофилге қарсы өз наразылығын көрсеткен сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер. Әрине, азғындыққа қарсылық көрсету ол заңды құбылыс. Дәл қазіргі кезде 50-60 адамды полиция подвалға қамап сындыруда. Яғни Жаңаөзен 11 қанды оқиғасы қайталануда. Сондағы халықтың бар айыбы, педофилді қолымызға беріңдер. Өзіміз жазалаймыз деген ғой енді. Сондай талаптар болған ғой. Сондай талаптар үшін қазақтарды бандит билік жазаламақшы. Мен өз басым шынымды айтсам, өртенді, машиналар өртенді, машиналар қирады, якобы да. Халық өртеді деп қирады дегенге сенбеймін. Осындай өртеу жұмыстарын КМБ әдейі ұйымдастырып отыр. Әйтпесе қанша елімізде митингілер өтіп жатыр, және желтоқсан көтеріліс кезінде де қазақтар қаншама нелер болып өтті ғой біздің елімізде. Еш нәрсені өртеп, қирап, өртеген ешкім естіген жоқ, көрген жоқ. Сондықтан, демек бұл жерде Назарбаев пен Карим Масимовтың иісі шығып тұр деген сөз. Осы оқиғаға байланысты да болған кезде осы еліміздегі басқа диаспорлар бастарын тағы да бұғып қалды. Митингтермен осындай айқастарда әрқашанда тек 99.9% қазақтар жүреді. Осыдан ақ біз Қазақстан көп ұлтты мемлекет емес, бос сандырақ екенін көреміз. Қазақстанда Назарбаев жасанды жолмен көп ұлтты мемлекет етемін деу әрине сандырақ. Назарбаев қазақ ұлтының мемлекетін жойып, қазақтардың рухын сындыру саясатын ұстанып отырған өздеріңізді біліп отырсыздар. Сондықтан тағы ескертіп кететін жатайын, карантин кезінде бөлінетін 42.000 теңге тек 20-30% адамдарға ғана берілуде, бәріне емес.
Бұл да халықты алдап қою саясаты. Сондықтан тиынға алданып, ең басты бандит билікті құлату мақсатынан ауытқымаңыздар. Сондай-ақ өздеріңіз көріп, куә болып отырғандарыңыздай, Талапкер ауылында Дулат Ағадиевтің үйін еліміздің әр облыстардан келіп ассар жасау арқылы бітіруге жақын қалды. Сол кезде құрылыс басталғалы бері сол жерде ол баста қасы басында жүрген белсенді Ербол Есқожинді кеше еш себепсіз 15 тәулікке түрмеге қамап тастады. Ерболды іздеп барған астаналық белсенділерді еш себепсіз 7, 10, 15 күнге қамап тастады. 10 шақты адам тағы қамап тастады да, осындай. Кейбіреулерін жаңағы сотқа шақыруда алдағы уақытта. Сондағы бар айыптары 8 августте Дулат Ағадиевтің үйі құрылысының бітуіне байланысты Құран оқытылып, ас берілетінен қорқып, барлығын алдын ала жанталасып қамауда. Бандит биліктің осыдан қорқақтығы, осындай бандит биліктің қорқақтығы үшін неге адамдар азап шегуі тиіс? Осының өзі Назарбаевтың құрған диктаторлық режимінің халықтан өнердей қорқатын әлсіздігін білдіріп отыр. Біз белсенділер қорғаймыз керек, барлығымыз жаппай қол. Және босатуды талап етуіміз керек. Сондай-ақ түрмедегі басқа да саяси тұтқындарды босатуды жаппай талап етіп алаңдарға шығуымыз керек біз. Енді еріксіз енді әрекетсіз әрине отыруға ешқандай болмайтын өздеріңіз көріп біліп отырсыздар. Күндегі болып отқан осындай тірліктерден біз олардың көзін жоймасақ, олар түбі халықты жаппай қыруға көшеді. Онсыз да геноцид жасап атқан жоқ па халықты қырып? Өздері шашатын шашып. Дәл қазір кезде бізге Ресейде және тұрған Қытайда қауіпті емес. Бізге ең қауіпті ішкі жаулар, Назарбаев бастаған бандиттер. Тағы осы жерде айтып кететін бір жағдай болып тұр. Бүгін 31 шілде августте Байқоңыр ғарыш айлағынан Ресейдің Протон зымыраны ұшырылмақшы екен. Мүмкін ұшырылып та қойған шығар. Ресейдің осы протондары улы гептилдермен ұшатын, өздеріңіз білесіздер. Осы гептилдің химиялық құрамында азотная кислота немесе таза кислота бар. Олар онсыз да халықтың өкпесі қабынып, кислотадан күйіп өліп, қырылып жатқанда не үшін ракета дәл қазіргі кезде ұшырылу керек болды? Мен осыны түсінбеймін. Неге? Улы гептилдерден кезінде өздеріңіз білесіздер, 300 мың және жарты миллионға дейін біздің даламыздағы ақбөкендер қырылған. Ұмытпауымыз керек, қырылды ғой, ол факт бар осындай. Осыдан 1-2 жыл бұрын қырылды. Яғни тағы да ауадан улы кислота тарайды деген сөз бұл. Дәл осы кезде тағы да айтып кететін нәрсе параллельно кетіп жатыр да, жанталасып. Түркістан қаласында Назарбаев қарап 2 миллиард долларға мавзолей салынуда. Не деген масқара, 2 миллиард доллар. Халықтың жағдайы ойлайтын билік осындай бассыздықтарға ешқашанда жол бермейді. Бізде халықтың жағдайын ойламайтын болғаннан кейін осындай бассыздықтар жол беріп отыра береді. Осындай істерден кейін биліктің нағыз жауыз фашист екен көреміз әрине. Сондықтан біз барлығымыз бірігіп, билікті неғұрлым тез құлатып, парламент басқаруындағы демократиялық ел құрсақ, осындай қайғы қасіреттер мен трагедияның және геноцидтің жолын кесеміз.
Қазір мынау халық екі басты биліктен шаршады. Екі басты екенін білесіздер ғой, бір бас Назарбаев, бір бас Тоқаевтың басы. Енді осы екі басты сұр жылан улы билік тарихтан кетуге тиіс және өшірілуі тиіс. Халықты алда барбап отыра беруіне енді жол бермеуіміз керек. Қазір мынау Тоқаев алдап отыр ғой, ауызбен айтады, бірақ орындалып жатқан еш нәрсе жоқ, тек ауызбен. Халықтың мынау қазір санасында дәл қазір кезде біз жеңеміз, жеңіске жетеміз деген сөз күндіз түні мына санасында жаңғырып тұруға тиіс. Сондықтан бізге артқа жол жоқ. Сіздер осыны түсініңіздер. Біз тек алға жүреміз. Алға мынау билікке қарсы әрекет жасап, жеңіске жету әрекетін жасауымыз керек. Тек алға. Сау болыңыздар. Осымен мен тікелей эфирімді аяқтаймын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.